қалайсыздар? Кеше жылағаным, ана күтік адам көрсеткен ғой, шошып кеттім. Мен былай айтып отқан шығар деп ойласам, потому что ешкім мені өйтіп қыспаққа қылатқан жоқ заң жүзінде. Мен просто әкем жаңалықтар қарайды ғой. Алдында мен осы ұялып беріп, енді күнде жұмыс істедім. Қанша кісіні емдеп жаздым, сол еңбегім бол құрсын 5-10 мың теңгемен. Ол 10 мың бердік те, оны алды 5 мыңмен қарадым ғой. Ол енді кез келген адам алып жатқан нәрсе ғой, өзімнің еңбегім. Қалай алсам да күніме жұмыс жасап. Жолда жүрмей кетіп бардым, қазір Шымкентте Түркістанға кеше Тараздан келдім. Қызылордаға кетемін. Күнде жол жүру ғой менде. Бір күн демалыс жоқ. Содан әкем деген бірақ ұялып жатқанда бүйтеген, ойбай, Қазақстанда да бүйтіп ұялуға бола ма, қызым, бәрі айту адал жолмен ба деген есімде ғой. Соған ұялып, әкем ұят болды деп еңіріп, ол тексергенде дымда жоқ қой, менде артық нәрсе жоқ ешқандай. Бәрі адалына ғой, біз ИП бәрін төлейміз ғой. Ондай көп ақшада шықпайды, өзіміздің кәдімгі. Мына Бағдагүл нервқа тиіп болды бар ғой. Енді отыр Тоқаевтан көмек сұрап. Тоқаев не істесін сені? Тоқаевтан көмек сұрағанда өлдің ғой, бля. Білмеймін, соншама ішіңіз тар ма, әркімге тиісіп болдыңыз ғой. Абыройыңыз айрандай шашылып жатыр. Қазақтың қыздарын Алагөзова, Баян, Мақсатқызы бұзып жатыр дейсіңіз. Мен бұзылған жоқпын. Сіз өйтіп топырақ шашпаңыз бәріне. Совсем көп алып кеттіңіз. Шын айтайын, уже нервыма тиіп кеттіңіз бар ғой. Ананы қарасаң да Бағдагүл жылап сықтап бірдеңе деп жатыр. Мынаны қарасаң да айқай-шу Бағдагүл. Қойшы болды ғой. Бүкіл шаруасын тастап Тоқаев енді саған қарасын. Өзіңді кім деп ойлайсың соншама? Просто аузың жап и все. Қазақ еліндегі елге, дінге, тілге, жерімізге жан ашитын барлық азаматшылар мен түсінеді деп ойлаймын. Бұл екі әйел азаматына мен көбіне сөзге сол үшін келетін едім. Өйткені бұл кісілер қазақтың қыз келіншектерін жинап, бейәдеп қылықтармен оларды насихаттайды. Әсіресе ана тілімізді ұялып сөйлеуге, орыс тілде барлық ақпараттарды береді. Міне осы үшін мен осы кісілермен сөзге келдім. Бұл кісілер өкінішке орай заңсыз күтік арнасына сұхбат берген. Мені әуелі тексермей, айыптап, ешқандай ондай ақпарат жазуға, жаңалықтарға да дұрыс емес деп ойлаймын. Қазір қажет болса мені де сұхбат алыңыздар. Бар адамдарды көтеріп, қарапайым адамдарға жасайтын мемлекетте өмір сүрмейді. Мемлекет тарапынан Аллаға шүкір бәрі менде жақсы, ешқандай ештеңе жоқ. Құрметті қазақ елі, бұл екі қазақтың азамат қыздары. Бұл екі қыз өз елінде бай қуатты, дәулетті, елдің алдында жүріп, өзінің ана тілін сөйлеуді ары көретін деп мен осы мақсатта ол кісімен сөзге келдім. Бірінші ашу үстінде енді екі сөз айтылған шығар, бірақ та мен оны ешқандай ренжімеймін, жаңа алдында жауабым бар. Бірақ басқа заңнан ешқандай қысым жоқ. Өйткені мен адал еңбекпен жүрген қарапайым халықтың қызымын. Мен де сыныпшы ретінде, емші ретінде халық өз көмегін алып жатыр, Аллаға шүкір. Ешқандай алдау арбау жоқ. Екінші, бұл кісілер кезінде мен сәлем салу үшін бұл Баян ханыммен мен сөзге келдім. Сонда мүмкін айтылуы мүмкін. Өйткені сәлем салуға қыз келіншектерге бұл кісі қарсы болып пікір білдірді. Және аналарымыз ақжаулықты. Оларды бұлай қартаю дұрыс емес деп, және дін туралы айтқан. Осыларға мен кәдімгідей көзбе-көз қуырып береді. Өте дәмді шардараның балығы. Осы жерге бәрі келу керек. Балық жеп кетіндер, жеген де арманда, жемеген де арманда. Мына қыздар тек бүйтеді сол. Менің ең сүйікті атын балық. Сосын осы жерде өтіп жатқан айына бір өтем ғой. Осы үшін осы жаққа келгенде тұрады. Анықтайды. Бір күні қызық болды ғой. Бір бала біз алып кетеді, салонға машинаға. Мен кім білген бұл Тараздан Шымкенттің ортасында деп ойлап жүрсем. Содан ана бала, ой, мына ғой деп. Мен бағым келіп барады бірақ. Содан кейін бір кезде ана бала шатасын кетіп, Түркістан баласы. Байқамай, Түркістанның жолына кетіп қалған ғой. Шығып кетті, білмеймін қалай. Именно мынаның қасына келген есін жеп тұр ғой. Демек құрсын балық жеуге келген шығар, ата-бабама. Мені аузым туады еді. Одан да балық жейіп құрсын. Үлгереміз бәрі. Еріп бармай тұреді ғой. Мықты Алланың құдіреті шексіз Аллах. Саған, міне, санат балық. Сені балыққа келдім. Керемет. Аладайында. Өміркейде. Керемет. Жанар апа қасымда. Ұлым
баламыз қасында. Баламыз. Ешкімнен қорықпаймыз. Бәрі жақсы. Иә, халыққа рахмет бізді қолдап жатқан. Басымызды иіп жатқан бала-шағамның атынан, жолдасым қожайын атына рахмет. Бүкіл бауырларым, әкем, мені сүйетін жандарына көзсіз рахметім. Рухани таза, елін сүйген, тілін сүйген, менің жан дүниемдегі айқайдың не екенін түсінетін, ол көзі ашық, көкірегі ояу адамдар. Ол болмаса мен бұл кісілерді өмірімде тірілей көрмегенмін. Айқас сондай ғой, болмаса мен ондай байлықтан қызықпаймын, өте қарапайым отбасынан дүниеге келген көп балалы ананың, ата-ананың қызымын, әкем. Ходят слухи о слиянии двух партий, партии Ак-Жол и партии Республика. Как вы прокомментируете этот слух? Ну, спросите его, кто такие слухи распускает, я не знаю. В принципе, в партии Ак-Жол... Ваши коллеги распускают, кстати. Нет, вряд ли. А в Ак-Жоле вряд ли. Нет, не в Ак-Жоле, депутаты другие. Не хочу затрагивать, значит, моих коллег, тем более у нас по... Тем более уходящих? Да, тем более уходящих. Тем более сенаторов? Сенаторы, да, у нас по, значит, регламенту депутаты не комментируют друг друга, кстати говоря. Есть такая норма, она сейчас в закон, проект закона о Курултае внесена, что депутаты при выступлениях не комментируют друг друга. Так вот, для партии Ак-Жол нет необходимости с кем-то меняться. Мы уверены, мы честно смотрим в лицо нашим избирателям, как вы правильно отметили, мы единственная партия, которая голосовала против налогового кодекса, и много по каким другим вопросам. Мы единственная партия, которая дохлая рыба, ее несет течение, живая рыба все плывет против течения. Вы живая рыба. Конечно. Мы начали с того, что вы один из опытнейших парламентариев, и мне очень нравится, как вы не выгораете. В чем секрет? А я смуглый, я солнца не боюсь. Все нормально. Не, ну если серьезно. Партия Ак-Жол, вот если вот так вот посмотреть, да, мы же наблюдаем за многими партиями, да? Стабильно. То есть во время выборов, во время предвыборной кампании, все, конечно, такие живые, да, очень много обещаний, но затем мы видим, как энтузиазм, мы видим, убывает, да. Вот что мне нравится в партии Ак-Жол, и в частности в вас, да, что вы всегда в тонусе. Говорят же, если хочешь стать лучше, найди себе оппонента и соревнуйся с ним. Мы реально оппонируем власти. Это нравится кому-то, не нравится. Мы реально об этом. Вы сегодня сами тоже говорите. Реально единственная партия, которая спорит с правительством, спорит